Кылышпай Абира Берік қызым. Мен арманым дәрігер. Адамдарды емдегенді жақсы көремін. Сондықтан үйде анамды емдеймін. Менің арманым дәрігер. Мен арманыма бір қадам басысын болашақ дәрігерлеріне сұхбат алуға баратырмыз. Заманауи дәрігер ол қандай болу керек? Білімді, ақылды, ақпараттық технологияларды меңгерген. Дәрігер болып қалыптасқан кезіңізде сізге көмектескен адамдар болды ма? Жаңа бірінші баста айтып өттім. Үлкен өзімнің әкемнің інісі осы ауданға белгілі атақты невропатолог болды. Атақты болмады, өзінің маманының нағыз иегері Ержан Аманбай дейді. Бірақ ол 88 жасында қайтыс. Мен соған еліктеп өстім. Кішкентай кезімде осы жол бойы поликлиникасының ішіне келіп, соны көргенде бір қызық көретін өзім. Барсам бір кілең ақ қанатты әйелдер, ол кезде орыстар көп болғанда, орыс страна көп. Ағам қасында мен соларды қызық көретін едім. Сол болсам, арман. Сол кісі маған үлкен, сол мен емдегі адам шығар. Сондай болсам екен деген ой бар. Сол мен соның жетегінде жүрдім. Сөйтіп осы қайтып. Сол мен мектеп бітіріп, оқуға түсіп, Ақтөбе, Матүсіп бітіріп, Ақтөбе кешенді Дәрігер болсын, маған қандай кеңес бересіз? Дәрігер болу үшін Абира болашақта дәрігер болу үшін біріншіден сабағыңды жақсы оқуың керек, мұғалімдердің айтқанын жақсы орындауың керек, білімді болуың керек. Сол кезде ғана білімді болсаң ғана алға қойған мақсатыңа қол жеткізе аласың. Сол үшін жақсы оқы, талапты бол, талантты бол, іздене біл, жан-жағыңа қарай біл, ізденісте жүре біл. Халыққа қызметің сол кезде көріне біледі. Мен Кылышбай Абираның анасымын. Қызымның осы дәрігер болуға деген қызығушылығы қайдан туындаған туралы қысқаша айтып бергім келіп отыр. Бізде Абира туылған кезде бір айдан соң әкесі ағаш кесетін арамен қолын кесіп алған болатын, тоқ арамен. Сонымен хирургияға жатты, гипсте жүрді бірталай жыл. Сондай уақытта гипстегі кезінде Абира сол гипстегі қолымен ойнап, қолына отырып алып, сондай ситуациялар болған. Сол кезде әкесі менің қызым хирург болады, менің қызым врач болады. Әкесі сол уақытта өзінің бір есінде сондай қиын ситуацияда жүрген кезде сол қызына үміт артып, менің қызым ертең үлкен врач болады деп көп айта беретін тұғын. Содан қызымның құлағына сіңірді ма, соны ручка түсін, қарандашын ұстап отырайық, қолымыздан алып келіп, мама біжіттеймін деп бізге укол салып жүретін. Содан қой онда мынаған дәрігердің ойыншығын алып берейік, одан өзінің ойыншығымен ойнасын, ертең қалам ручкаларды бір жеріне кіргізіп алар, аузына, көзіне деген сияқты қорықтық. Содан дәрігердің ойыншықтарын ыңғайлап соларды көріп бастап, дәрігердің ойыншықтарын алып бере бастады. Әлі күнге дейін ойыншықтар сынып қалса қайтадан алып береміз. Сол дәрігердің чемоданын көп жағдайда сол дәрігердің ойыншығын ойнайды. Енді осы арман кішкене де болса қызымның орындайын деп, сол Болат жолына барып, бірнеше дәрігерлерден сұхбат алып, қызым өзінің бірнеше деген сұрақтарына жауап алды деп ойлаймын. Бұл енді қызымның ары қарайда дәрігер болуға деген қызығушылығын арттырмаса кемімейтін шығар деп ойлаймын. Өзім үлкен үміт артамын, бірақ енді дәрігер бол деп міндеттемейміз қызымызға, ешқандай да енді өсе келе өзі шешеді, қандай мамандық иегері болатын. Бірақ енді бала кезгі өзінің бір арманы, соған қытайда болса үлесімізді қосқымыз келеді.